Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын күнбағыс салатын дайындап көрсететін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең бірінші шұжығымызды кубик тәрізді етіп турап алатын боламыз. Шұжықтарымызды турап алғаннан кейін тарелкамызға салып, үстінен майонез себетін боламыз. Енді картопымызды үккіштен өткізіп алатын боламыз. Алдын ала пісіріп алатын боламыз. Енді сырымызды да дәл осылай үккіштен өткіземіз. Қызанағымызды кубик тәрізді етіп турап аламыз. Барлығын осылай турап алғаннан кейін шұжықтарымыздың үстіне картопымызды орналастырып, осылай бірінен кейін бірін қойып салатымызды дайындайтын боламыз. Үстіне майонезімізді сеуіп, барлығын осы ретпен орындап шығатын боламыз. Картоптан кейін сырымызды салып, оның үстіне майонез жағып, дәл осы қалыппен орындай беретін боламыз. Сырымызды салып болғаннан кейін үстіне қызанағымызды салатын боламыз. Біздің салатымыз дайын бола бастады. Күнбағысқа ұқсас болу үшін осылай шеттерін чипсымен әрлейтін боламыз. Енді бетіне жүгеріні салып әсемдейтін боламыз. Біздің салатымыз дайын бола бастады. Дәмі өте керемет болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая. Менің каналыма, Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта да түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.